достар, комментарийде құттықтап кетіңіз. Фонның кішкене жауып тұрмаса айтысы қазір. Қайырлы кеш достар, қазір түнгі сағат 1 ма, 2 ма, білмеймін. Әйтеуір соның шамасы. Қазір мен міне ертеңгі жолға дайындап жатырмын. Осы кросспен осыны алып кетемін, осыны киіп кетемін. Және мынаның ішіне қазір өзіміздің керекті заттарымыздың барлығын салатын боламын. Осы біздің сумкамызға рюкзак, бір иықты, мынау менің киімдер тұратын шкафым. Осылай көрінеді ішінде. Менде қазір мынаның ішіне мен барлық керек заттарымды салатын боламын. Бір. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен блогербек. Достар, біздерде бүгін влог, өте керемет влог болады деп ойлаймын. Себебі бүгін біз Онды деген өте табиғат жағын өте керемет ауылға баратын боламыз, өте күшті. Менің арнамда осы бір апта болды видео шықпағанына, оған себеп общем ремонт болып жатыр біздің үй жақта, біздің үйде. Бір сөз айтқанда ремонт болып жатыр. Соң кесірінен болғанда, сол себептен менің арнамда влогтар шықпай жүр. Влогтар тек қана влог емес, тағы да басқа қызықты видеолардың барлығы шықпай жүр. Енді алдағы уақытта ремонт біткеннен соң, енді бітеді бір аптадан, Алла қаласа, содан соң өте керемет қызықты видеолардың барлығын шығаратын боламын. Және де достар, біздер осыдан 4-5 күн бұрын жаңа көлік алған болатынбыз, жаңа машина. Міне достар, қазір біз міне осы жаңа машинамызбен Онды ауылына баратын боламыз. Алдында Ақтау барлық жерге барып келді. Аллаға шүкір жақсы жүріп тұр. Енді қазір осымен Онды ауылына баратын боламыз. Ол жердің қазір сіздер табиғатын көргенде, дейсіздер, таудың етегінде. Ал достар, біздер қазір міне Бекі деген ауылға келдік. Ар жақта артымызда. Енді осы жақта кішкене остановка жасап, тұрып, жейтін заттарымызды жеп, ары қарай қайттан Ондаға қарай жүретін боламыз. Бұл жақта машина кетіп бара жатыр. Солай.
Достар, міне алдырыңызда өздеріңіз көріп отқандай домалақ түрлі пішіндегі тастар. Міне бұның ішіндегі көбісі домалақ, доңғалақ бір түрлі. Осы тастардың барлығы көп осы ерте заманнан бері жатыр, көп уақыт болған осы жер жатқанына бұрыннан бері келе жатыр. Біздің ата-бабамыздың ғасырынан бері келе жатыр осы тастардың барлығы. Бұлардың шығу тарихын білмедім, бірақ бұлар өте көзге өте әдемі көрінеді. Сондықтан да сіздерге де көрсетуге бел будым. Сіздерге міне көрсетіп жатырмын. Қараңыздар. Ал достар, біздер қазір міне Ондыға келдік. Мына жақта міне әулиенің басына, ата әжеміздің басына барып болдық. Енді біз мына жақта алда бұлаққа баратырық. Міне тауды көріп тұрған боларсыздар. Өте үлкен таулар бар мына жақта. Міне осы тауларға қазір ана жерде бұлаққа барамыз. Мына жақта табиғат өте керемет, ауа райы өте тамаша болып тұр мына жерде. Мана мен үйден шыққанда мына жақ салқын болатын шығар деп ойлаған едім. Осыдан 3-4 жыл бұрын келген кезде өте қатты салқын болды осы жер, осындай август айында. Мына жақта қарындасым мен інім бар. Осы үшеуміз бұлаққа барып, осы қарап сіздерге көрсетіп, бірге қазір көретін боламыз. Әне ағып отыр бұлақ. Міне. Міне ағып жатқан бұлақ, мынау. Тап-таза. Салқын екен. Ана жаққа өтіп кетейін. Осындай өте керемет жер. Мына жерге уже мусорлар тастап кеткен ғой. Мына жер мусор болып қалыпты. Мұздай, Мынау қамыстар. Көрдіңіздер ғой достар, қандай әдемі екен. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Камераның өзі де жеткізе алмайды сіздерге. Мен көзіммен қалай көріп тұрмын, камера қалай көріп тұр, оны біле алмайсыздар ғой. Қараңыздар. Таудың іші бір баяғы замандағы кез сияқты бір. Құдды бір мына жерге бірінші рет келіп тұрғандаймын. Мен мына жерге осыдан 3-4 жыл бұрын келдім. Қателеспесем 10 жас, 5 жыл бұрын ба даже. Әлде 11-12 жасымда осы жерге келген болатын, бірақ мынандай бір әсер алған жоқпын мен. Бірінші рет қараңыздар, мына жерде уже бұлақтың көзі болатын мына жерде. Ана жерден ағып отыр. Мына жерден де ағып тұрған, негізі көзін аңа бітеп тастаған. Бұлақтың көзін жауып тастаған. Камера түсіріп бәтір екен, соны тексеріп. Не көріп тұрсыздар ма? Бүркіт па? Қыран ба? Қараңыздар, маған қарай келсек, маған қарай. Ары қарай кетіп батыр, Өте керемет мына жер деген. Таудың жоғарысына көтерілгім келіп тұр, бірақ білмеймін енді. Дәл осы Ондыда тұратын болсам, достар, мен Ондыда тұрсам, осы жерге келіп таудың басына көтеріліп, білмеймін ертең енді қыстық әлде күздік каникулда осы жаққа келсем бе екен. Комментарийға жазып кетіңіздер. Мына жерде басың айналып кетеді, мынау жақын кейде алыс болып кете ме сондай бірдеңе. Қой солай міне. Тауды да көрдік. Мына жақта енді жел болып тұр екен.
Микрофон жауып жүрмесем қазір жапсам да кей кезде андай деп кетеді микрофон. Ау. Осы видео ұнап жатқан болса лайк басып, арнайы тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді алдағы уақытта өте керемет қызықты влогтар шығатын болады. Тек қана күтіп, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, астында қызыл подписаться деген кнопка бар, соны басып, арнайы тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Жайды осы видеоға лайк басыңыздар. Міне, мыналардың арасына өтесің. Мына жақ, білмеймін, бір ертегілерде сондай жерде жүрген сияқты әсер алып қаласың, осындай жерде жүрсең, осы жерде жүрсең. Білмеймін, тағы да басқа бұндай Маңғыстауда жерлер өте көп дейді, бірақ мен көбісіне барып көрген жоқпын. Осы жерлерге бардым. Тағы да алдағы уақытта бұндай жерлерді көп көрем деген ойдамын. Алла қаласа, барлығын сіздермен бірге осындай влог түсіріп, барлығын бірге көреміз. Ал достар, сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеоларда кездескенше, давайте, достар.